Еліміздегі екінші атом электр станциясы Ертіс өзенінің бойында салынуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстанның энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағамбетов айтты. Бірінші станция құрылысы басталып, сәтті іске қосылған жағдайда Қазақстанда қанша атом электр станциясы болады деген екінші сауал туындайды. Қазіргі таңда бұл мәселеге қатысты қызу талқылау жүріп жатыр. Еліміздегі екінші атом электр станциясы Ертіс бойында Курчатов қаласының маңында салынуы әбден мүмкін. Егер Қазақстан көміртегі бейтараптығы жолын таңдайтын болса, онда бірнеше атом электр станциясын салғаннан басқа жол жоқ. Демек, Ертіс сөзсіз келешегі бар алаң, деді вице-министр. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев ауылдардың тыныс-тіршілігімен танысуды жалғастыруда. Өңір басшысы жұмыс сапарымен Шәріптоғай ауылына барды. Ауыл тұрғындармен кездесіп, олардың өтініш шағымдарын тыңдады. Кездесу барысында жергілікті жұртшылық тарапынан жер мәселесі көтерілді. Ділдәбек Тәжібайұлы бұл мәселе бойынша өзінің орынбасарына және тиісті сала өкілдеріне тапсырма берді. Абай ауданындағы Шәкір Әбенов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп ғимараты жаңа оқу жылына дайын. Мұндағы жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. От жағу маусымына әзірлік жұмыстары аясында мектептің жылу қазандығына тиісті жөндеу жүргізілді. Мектеп басшылығының айтуынша, мұнда кадр тапшылығы мәселесі жоқ. Балаларды еңбекке баулу мақсатында мектеп ауласындағы гүлдерді суғаруға бастауыш және жоғарғы сыныптардың 136 оқушы қамтылған. Қазіргі таңда бұл білім ұясында жылыжай жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайдың алу мақсатында дабыл нүктесі орнатылған және аудандық полиция бөліміне тіркелген. Су құбыры желісіндегі ақауға байланысты Қалбатау ауылында су беру уақытша тоқтатылды. Бұл бағытта қызмет көрсететін Жарма су коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын тарапынан таңғы сағат 9-дан бастап су құбыры желісін жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осылайша, қуаттылығы 10 текше метр болатын сорға 40 текше метрлік қондырғыға ауыстырылды. Кәсіпорын өкілдерінің айтуынша, бұл жұмысқа қажетті техникалар мен мамандар тартылды. Қазіргі уақытта құбыр іске қосылып, пәтерлерге су жеткізілуде делінген аудан әкімдігінің мәліметінде. Сақ болыңыз, коронавирус. Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырудың 2792 жағдайы тіркелді. Өңірлері бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 847, Алматы қаласында 435, Шығыс Қазақстан облысында 36, Абай облысында 43 адамнан коронавирус анықталды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік.